Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 79-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы су тіршілік көзі. Сабақтың мақсаты су тіршілік көзі туралы түсінік беру, ертегінің мазмұнын түсіндіру, суреттерді пайдаланып ертегіні әңгімелеу. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Бөлімнің қалай аталатынына мән беріңдер. Пікірдің дұрыстығына дәлел келтіріңдер. Бізге үлгі берілген су тіршілік көзі. Өйткені су біздің өміріміз бен денсаулығымыздың қайнар көзі. Ол адамдарға және басқа да тіршілік иелеріне өмір сыйлады. 1, 2, 3 деп бізге су туралы өз ойларыңды жазыңдар деген. Мысалы, су сұйық, иісі жоқ, дәмі жоқ. Тіршілік иесі сусыз өмір сүре алмайды. Оқулықтағы екінші тапсырмаға қараймыз. Мәтінді тыңда. Бізге Ақбас Торғай ертегісі берілген. Мұқият тыңдаймыз. Ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр таңбапты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағаш та, құлпырған әсем гүлдер де, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырағы да шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып солыпты. Бұдан былайғы жерде тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып кеңес құрыпты. Сонда құстардың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кеберсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой, бірақ ол тым алыс, енді не істесек екен депті. Ақ тырна: оның жарасы жеңіл, теңіз жағалауынан шоқып, бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауының арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана жаным қиналмасын деп, төбе жағын аппақ қып бояп алыпты да, құстарға қылшылдаған жас емес, қырқылжыңның бірімін, басымда ағарды, бұл жұмысқа қайтып атсалыспақпын депті. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Сөйтіп құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа-тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан шаршап өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп олар 7 күн 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп шаттанған құстар шаттық әнін шырқап, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған торғай ғана үш құса болыпты, жабырқайды екен. Қанат қағып шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп басын да көтере алмапты. Қанша жуып арпалса да, басындағы ақ борды кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін Ақбас Торғай деп. Балалар, оқулықтағы 3-ші тапсырмаға қараймыз. Мәтін неліктен ертегіге жатады дейді. Өйткені мәтіндегі оқиғада құстар бір-бірімен тілдеседі. Ол шындыққа жанаспайды, балалар. Құстар олар бір-бірімен тілдесе алмайды. Сондықтан да бұл таңғажайып ертегіге жатады. Балалар, оқулықтағы 4-ші тапсырмаға қараймыз. Ертегіні басқаша тағы қалай атауға болатынына мән беріңдер. Осының ішінде ең басты тақырып қайсы деп ойлайсыңдар? Және де осы ертегіге құстардың тіршілігі, құстардың қуанышы, су тіршілік көзі немесе жалқаулық деп
мәтінге ат қоюға болады екен, балалар? Сендер осының ішіндегі қайсысын таңдар едіңдер? Оқулықтағы 5-ші тапсырмаға қараймыз. Мәтіндегі суреттерді пайдаланып ертегіні әңгімеле дейді. Сендер оқулықтағы 81-ші беттегі суреттерге қарап, ертегіні өздерің әңгімелеп көріңдер. 6-ші тапсырмада ертегі бойынша берілген суреттерге тақырып қойып әңгімеле дейді. Бізге оқулықта 1-ші және 2-ші суреттер берілген, соған қарап, сол суреттерге қарап, өздерің ертегі бойынша тақырып қойып әңгімелеп көріңдер. Оқулықтағы 7-ші тапсырмаға қараймыз. Ертегіні бөліктерге бөліп, ат қой және әңгімеле дейді. Ертегіні бөліктерге бөлетін болсақ, мысалы, 1-ші құстардың кеңесі деп 1-ші бөлімге ат қойсақ болады, балалар? Және де Ақбас торғайдың айласы 2-ші бөлімде. 3-ші бөлікте құстардың шаттануы деп ат қойып, өздерің ары қарай ертегі бойынша әңгімелеп беріңдер. 8-ші тапсырма су тіршілік көзі деген пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін мәліметтер санын 5-ке жеткізіңдер дейді. Сендерге үлгі көрсетілген су тіршілік көзі. Өйткені біздің өміріміз бен денсаулығымыздың қайнар көзі болып табылады, балалар, су. Ол адамдарға да және басқа да тіршілік иелеріне өмір сыйлады. Енді сендер су туралы өздерің осы 5 пікірді жазып шығыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.